Баршаңызға сәлем, мен сіздермен бүгін өте керемет әрі дәмді болып шығатын сметаник рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен біз тестасын дайындаймыз. Тестасын дайындау үшін ыдысымызға ұнымызды саламыз және үй температурасында тұрған сармайымызды саламыз. Қантымызды саламыз және қопсытқышымызды салып жақсылап илейміз. Міне менде осылай дайын болды. Енді осыны жұмыртқамызды қосып қамыр болғанша илейміз. Міне менде қамырым дайын болды. Осылай жасап илейсіздер. Дайын тұрған табамызға қамыр ретінде жайып шығамыз. Бүткіл бөлшектеріне тегізіп, дөңгелете жаямыз. Міне менде дөңгелекше етіп жайып алдым. Енді оны салмасы дайын болғанша тоңазытқышта ұстаймыз. Салмасына қаймақ, жұмыртқа, қант керек. Ыдысымызға ең алдымен қаймағымызды қосамыз. Қаймағы менде 20%. Қаймағымызды салдық және жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Жақсылап салмасын араластырып аламыз. Міне салмасын араластырып алдым. Біркелкі болғанша араластырасыздар. Тоңазытқышта тұрған дайын тестамызды алып шығамыз және оған салмамызды құямыз. Міне салмамызды құйып жатырмын. Міне салмамызды құйдым. Енді пешімізге саламыз. Пешімізге 35-40 минутқа дейін ұстайды. Міне менде сметаник пирогым дайын болды. Енді оны суығанын күтеміз. Мен 2 сағаттай суыттым. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Менде сметаник өте керемет, өте әдемі болып шықты. Сіздер де осы рецептке қарап жасасаңыздар болады. Тексерілген рецепт. Әлі алда көптеген рецепттер шығады. Сол себепті менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.